Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух. Каналыма қош келдіңіздер. Қатыгез, қаһарлы, жау жүрек, әділ патша Омар радиаллаху анху туралы айтатын боламыз. Абдулла ибн Масғуд былай дейді: Әзіреті Омардың ислам дінін қабылдауы күш-қуат, Мәдинаға хижрет етуі көмек, ал халифа болып сайлануы мұсылмандар үшін Алланың бір сыйы мен рақымы болды. Омар мұсылман болғанға дейін біз Қағбаға барып намаз оқи алмайтын едік. Ол мұсылман болғаннан кейін Қағбада алаңсыз намаз оқуға қол жеткіздік. Қаймығу деген жат санайтын Омар мұсылман болар болмас пайғамбарымыздан: "Уа Расулалла, өлсек те тірі жүрсек те біз тура жолда емеспіз бе?" деп сұрады. Аллаға ант етемін, әрине, өлсеңдер де, тірі жүрсеңдер де, тура жолдағылар сендерсіңдер. Олай болса неге жасырынамыз? Құлшылығымызды Қағбаға барып жасайық деді. Омар радиаллаху анху пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұдан әрі бәрін жариялаудың уақытының келгендігін түсінді. Себебі исламға үндеп шақыру алғашқы кезде бағып қағуға мұқтаж сәби секілді еді. Енді осы сәби өз аяғымен жүре алатын шамаға келген. Сондықтан да пайғамбарымыз исламды уағыздау мен ғибадаттың ашық түрде жасалынатын жариялады. Екі қатарға сап түзеген сахабалармен бірге Қағбаға қарай бет алды. Қатардың біреуінде Омар Фаруқ радиаллаху анху, екіншісінде айбарлы баһадүр Хамза радиаллаху анху бар еді. Мұсылмандарды бұл күйде көрген мүшриктер таң қалды. Кейбіреулері Омар оларды тұтқынға алған екен деп ойлап қалды. Алайда істің мәнін түсіне қойған Абу Жахил: "Жоқ, олай емес. Біз Омардан да айрылдық" деп қатты қынжылды. Сәлден кейін Әзірет Омар радиаллаху анху оларды алдарына шығып, ешкім тұрған жерінен қимылдамасын, әйтпесе басын аламын деді. Мүшриктер аузына құм құйылып тұрған жерлерінде қазықтай қадалып қалды. Осылайша мұсылмандар Қағбада алғаш рет ашық түрде намаз оқыды. Сол күні екі жаһан сардары саллаллаху алейхи уассалам Омарға Әл-Фаруқ, яғни ақиқат пен жалғанның ара ажыратушы есімін берді. Уақыт өте келе мүшриктердің мұсылмандарға көрсеткен жәбірі арта түсті. Бұл тұста ислам діні Мәдинада кең жайылып, қала тұрғындарының көбі исламды қабылдаған болатын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Мекке мұсылмандарына Мәдинаға көшуді, яғни хижрет етуді бұйырды. Сонымен мұсылмандар топ-тобымен Мәдинаға көшіп жатты. Омардан радиаллаху анху басқа мұсылмандардың барлығы жасырын түрде көшті. Бұл туралы Әзіреті Әли былай деді: Омардың тұсындағы барлық мұхажирлер, хижрет етушілер жасырын түрде көшті. Ал Омар болса хижрет етуге шешім қабылдаған кезде қару жарағын асынып алдымен Қағбаға барды. Қағбаның жанында бір топ мүшрикке кезікті. Ол кідірместен Қағбаны 7 мәрте тауап жасап, Ибрахим мақамында намаз оқыды. Сосын Құрайыштарға қарап: "Егер кімде-кім артынан анасы жылап, баласы жетім, әйелі жесір қалсын десе, қарсысы шықсын" деді. Ешкімнің оған қарсы шығуға батылы жетпеді. Сондықтан хижрет еткен кезінде оны мұсылмандар ғана шығарып салды. Әзірет Омар айбатынан жасқанып, оған Құрайыштардың еш қайсысы тісі мен тізесін батыра алмайтын. Алайда олардың басқа мұсылмандарға көп қысым жасайтыны батыр Омардың жанына қатты бататын. Ол мұсылмандардың басына не келетін болса, менің де басыма келгенін қалаймын деп қынжылатын. Сондықтан да азулы мүшриктерге өзінің мұсылман болғандығын ауыз жаппай жариялаумен болады. Ондағы мақсаты Құрайыштар өзіне тиісер болса, езіліп жаншылған мұсылман бауырларының ұзын да өшін, қысқа да кегін алу болатын. Омар Фаруқ та Әбу Бәкір Сыдық сияқты мұсылман болмастан бұрын саудамен айналысып, ел көріп жер
таныған көзі ашық құрайыштардың ішінде хат танитын некен саяқ адамдарының бірі еді. Мұсылман болғаннан кейін бар білгенін, қабілеті мен күш-жігерін Расулаллах саллаллаху алейхи уассаламның әмірі мен ислам дінінің қызметіне арнады. Әділеттің үлгісі Омар Фаруқ сүйекті елшінің саллаллаху алейхи уассалам қысыл таяң кездерде үнемі кеңесіп пікір сұрайтын ең таңдаулы сахабалардың бірі болатын. Оның ақылдылығы мен парасаттылығы сондай, Алла тағала Құранда бірнеше жерде оның пікірін қолдайтын аяттар түсірген. Бұл қасиетіне байланысты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сендерге дейін өздері пайғамбар болмаса да пайғамбарлар сияқты сөйлеген Израиль ұрпақтары болған. Егер менің үмбетімнің арасында сондай біреулер болса, олардың бірі Омар болар еді деген. Ол өзінің ислам діні үшін танытқан табандылығы мен жанқиярлығы жағынан Әбу Бәкір Сыддықтан кейінгі орында тұратын Әзірет Омар. Мәдина дәуірінде үнемі ислам жолында қызмет етті. Барлық соғыстарға қатысып, талай ерлік танытты. Соғыстардың бәрінде адамзаттың ардақтысының қасында болып, оны қызғаштай қорғап, бұйрықтарын екі етпей орындайтын. Өзінің қалауынан гөрі жанынан да артық жақсы көрген пайғамбарымыздың қалауын болғанын қалайтын. Тіпті Алла Расулының ағасы Аббас мұсылман болған кезінде Омардың қуанғандығы соншалық, өз әкесі Хаттаб мұсылман болса, олай қуанбас еді. Өйткені мұсылман болса, Аббастың мұсылман болғаннан да қатты қуанар еді. Бұл жалпы сахабаға тән қасиет болатын. Олардың әрқайсысы пайғамбарымызды өз жандарынан да артық жақсы көретін. Омар Фаруқ радиаллаху анху Алла елшісін жанындай жақсы көретін. Бірде ғаламның рақым нұры саллаллаху алейхи уассалам Омарға мені қаншалықты жақсы көресің дегенде ол: «Уа Расулалла, сені жанымнан өзгенің бәрінен де қатты жақсы көремін» деді. «Мені жаныңдан да артық жақсы көрмейінше толық иман еткен болып саналмайсың» деп Алла елшісі оған сүйіспеншіліктің қандай болу керектігін айтқан кезде, істің мәнісін пайғамбардан үйренген ол жан тәнімен: «Уа Расулалла, сені жанымнан да артық жақсы көремін» деді. Алла елшісі оған: «Міне, енді толық болды» деді. Алла Расулы жан тәнімен жақсы көргені соншалықты, Алла тағаланың бұйрығымен ақыретке аттанған кезде бүкіл сахабалар секілді ол да басынан жай түскендей болды. Бойын сезім билеп, Алла елшісінің өлмеген, кімде-кім оны өлді десе, басын алатынын айтып, сенделген күй кешті. Суық хабарды естіп, қайғыдан есеңгіреп қалған мұсылмандардың сезімдерін Әбу Бәкір келіп, суық қандылықпен тізгіндей білді. Ол: «Кімде-кім Мұхаммедке табынса, біліп қойсын, ол өлді. Ал кімде-кім Аллаға құлшылық еткен болса, ол өлімсіз мәңгі тірі» дегеннен кейін сөздерін дәлелдендіре түсу үшін Ухуд шайқасы кезінде Мұхаммед өлтірілді деген қауесет жайылған кезде түскен Әли Имран сүресінің 144 аятын оқыды. Сахабалар бұл аятты білгенімен дәл ол кезде ешқайсының есіне түсе қоймаған еді. Бұл аятты естігеннен кейін мұсылмандар бойларын жинай бастады. Әбу Бәкір байсалдылықпен сөзден жалғастырды. Зумар сүресінің «Уа Мұхаммед, әлбетте сен де өлесің, олар да өледі» деген 30 аятын оқыған кезде жамағат есін жиды. Омар бұл жайлы кейін былай деген еді: «Әбу Бәкірдің аузынан бұл аятты естіген кезде делсал болдым. Көзім қарауытып, буындарым босап, жер құштым. Пайғамбардың өлгеніне сол кезде барып көзім жетті». Достар, осымен Омар радиаллаху анху туралы 2 бөлім аяқталды. Видеоның соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Сіздерден тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.